أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Алла тағала айтады, сол бір қауым едіңдер, бір топ едіңдер, діндерің де біреу, әкелерің де біреу еді. Бір-бірлерінің ішінде осылайша олар өздерінің ісін бөліп алды дейді. Зубура, қауым болып. Байқайсыздар ма? Халықта сөз бар. Екі қатыннан туған балаларымыз екі ру ел болады деген сөз бар. Білесіз ба? Сондай сөз бар халықта. Оны адам баласының өзі жүрегінде сондай бөлшектеу бар екен ғой, қарасаңыз. Бөлінгенді жүр жақсы көреді екен халық. Әйтеуір бір нәрседен бөлінсе екен деп тұрады екен, қараңызшы. Біздің халқымызға қараңыз. Қаншаға бөлініп жатырмыз, не? Ұлтқа бөлінеміз. Ұлт болмай бара жатса жерге бөлінеміз ғой, ойбай, анау Шымкентский, анау пәленшейский, түгеншейский деп жерге бөлінеміз. Ол жер бөлініп бітті-ау деген кезінде руға бөлінеміз. Ру да бір болып шықса, Қаятанның баласы деп атаға бөлінеді ғой, ішіне келіп алып. Фамилиясына шейін бір болса ше, бәрібір бөлінеді ғой, үлкеннің баласы, кішкентай інісінің баласы. Әкесі, шешесі бір болып бара жатса да ше, бәрібір бөлінеді. Байқайсыз ба? Бірақ бұны кім бөледі, білесіз ба? Шайтан бөледі. Соған сіз меніміз ереміз. Оған дәлелін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Иблис даин өзінің тағын судың бетіне құрады дейді. Судың бетіне құрып алған соң жанына шайтандарды жинап мәжіліс өткізеді. Кім не істеді деп сұрақ қояды екен. Сонда ішінде біреу тұрып айтады екен, мен бүгін ерлі зайыптылардың арасын ажыраттым десе, сенсің, берге деп жанына отырғызып қояды дейді, сол жағына отырғызады. Ең қадірлі орын Іблістің сол жағы. Яғни жанұяның арасын бөлу бұл Ібліс мақтанатын тірлік екен. Мүлде бөлу деген сөз осы соған шыққан балалар. Осылайша адамдар бір әке-шешенің балалары еді. Осылайша өздерінің ісін өздері бөліп алып кетті дейді. Ұлтпыз деп ұлт бөлінді, тілі өзгерді, діні өзгерді, дәстүрлері өзгерді. Бір-біріменен араласуды қойды, онысы аздай бір-бірін жаулаймын деп бір-біріне қару көтеріп соғысты ақыры. Қазіргі кездегі соғыста, қазіргі кездегі дұшпандық, жауыздық та осы шайтанның сөзінен берілген болады. Адам өзінің білмегенінің дұшпаны дейді. Бірден дұшпан қыламыз ғой, білесіз бе? Анау намаз оқымайды деп дұшпан қыламыз. Намаз оқып шықса, анау мазхабы бөлек деп дұшпан қыламыз. Мазхабы бір болса, анау пәленше ұстазды тыңдайды, анау түгенше ұстазды тыңдамайды деп дұшпан. Бірақ бөлгіміз келеді татуатта, байқайсыз ба? Намазда тұрғанның өзі жаныңызға қарап тұрасыз, ол қарағанда анадан үйренейінші деп тұрмайсыз. Бөлу үшін, қателік іздеу үшін тұрасыз ғой, байқайсыз ба? Бір білмейтін адам егер Құран оқып бастаса, дереу естіп анау Құранда бір жерде қателессе екен, қатесін тауып алсам екен дейміз. Өтірік деймізші. Бір кішкентай төрт сүре үйреніп алсаңыз сөйтесіз, дереу шыға бересіз. Ана бір адам оқып отырса Құранды, қазір қатесін тауып аламын мен оны дейсіз. Сонда бауырлар, сізге біз қате іздеуге келдік бұл дүниеге. Баяғыдан айтамыз, бауырлар, сіз бенен біз андай қалай айтса болады, өлшем бірлігі емеспіз ғой. Өлшем бірлігі деген сезім бар да сізде, бізде.
Анау жұрт сізбенен бізге қарап өлшену керек та. Бой сізбен бірдей болу керек. Сізден озып кеткен ақымақ кішірек қалған жете алмайды. Вообще ақымақ. Тек қана сізбен бірдей болу керек. Көлік айдасаңыз сізбен бірдей жүру керек. Тамақ жесеңіз сіздің жегеніңізді ғана жеу керек. Киім кисеңіз сіздің модаңызды ғана киіну керек. Сізге ұқсамаса ше, ұқсамаса ол ақымақ қой, білмейді ол. Осындай сезімге келіп қалдық. Тек қана менікі дұрыс, ал өзгелер ше, өзгенің бәрі дұрыс емес, бәрі қате. Осы сезім жоқ деп айтыңызшы. Бар. Міне осы нәрседен арылуымыз керек болды. Алла бекер айтпады оны.